ПДД Тест КЗ. Умное начало твоего пути. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жол қозғалысы ережесінде жаяу жүргіншілер мен жолаушылардың жалпы міндеттері. Осы сабаққа кіріспес бұрын біз сізге жол қозғалысын зерттеуді ұсынамыз. Бұл ең маңызды бөлімдердің бірі. Жоғарыда айтылғандай, жол қозғалысына қатысушыларға жүргізушілер, жолаушылар және жаяу жүргіншілер жатады. Олардың әрқайсысы үшін жол қозғалысы ережесінде міндеттер нақты жазылған. Кәне, анықтамаларды еске түсірейік. Жаяу жүргінші көлік құралдың сыртында жолда немесе вело жаяу жүргіншілер жолында, немесе жаяу жүргіншілер жолында жүретін және онда жұмыс істемейтін адам. Мүгедектер арбасында қозғалатын, велосипедті, мопедті, мотоциклді басқаратын, шана, арба, балалар және мүгедектер арбасын алып жүретін. Сондай қозғау үшін роликті конькилерді, мотороллерді және басқа да осыған ұқсас құралдарды пайдаланатын адамдар жаяу жүргіншілерге теңестіріледі. Жолаушы жүргізушіден басқа көлік құралына отырған адам, сондай көлік құралына кіретін, оған отырған немесе көліктен шығатын, одан түсетін адам. Сіз бүкіл курсты толығымен аяқтап жүргізуші куәлігін алған кезде жаяу жүргінші мәртебесін жоғалтпайсыз. Жаяу жүргіншілерде жолаушылар сияқты анда-санда бәрі де болады. Демек, жаяу жүргіншілердің міндеттері мен жолаушылардың міндеттері де біздің ереженің тараулары болып табылады. Сондықтан жаяу жүргіншілер тротуармен жүру керек. Осы ережеге сүйене отырып, біз курткадағы қыздың жол ережесін бұзғанын көреміз. Жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған тротуардан басқа тиісті белгімен белгіленген арнайы жаяу жүргіншілер жолы, немесе тиісті белгімен белгіленген вело жаяу жүргіншілер жолы болуы мүмкін. Егер жоғарыда айтылғандардың ешқайсысы болмаса, онда жаяу жүргіншінің жүретін орны жол жиегі. Көлемді заттарды тасымалдайтын, немесе тасымалдайтын жаяу жүргіншілер, сондай-ақ мүгедектер арбасында жүретін адамдар. Егер олардың тротуармен немесе жол жиектермен жүруі басқа жаяу жүргіншілерге кедергі келтірсе, жүріс бөлігінің шетімен жүре алады. Жаяу жүргіншілер веложолмен немесе жүріс бөлігінің шетімен жүре алады. Жүру бөлігінің шетімен жүру кезінде жаяу жүргіншілер көлік құралдарының қозғалысына қарсы жүруге міндетті. Мүгедектер арбасында жүретін мотоцикл, мопед, велосипед жүргізетін адамдар көлік құралдарының жүрісі бойынша керісінше жүруі тиіс. Жолды кесіп өту және жол жиектермен немесе жүру бөлігінің шетімен тәуліктің қараңғы уақытында, немесе жеткіліксіз көріну жағдайында жүру кезінде жаяу жүргіншілерге жарық қайтарғыш элементтері бар заттарды өзімен бірге алып жүру ұсынылады. Ал елді мекендерден тыс жерлерде жаяу жүргіншілердің міндетті түрде өзімен бірге жарық қайтарғыш элементтері бар заттар болуға және бұл заттардың көлік құралдары жүргізушілерінің көрініп тұруын қамтамасыз етуге тиіс. Балалар тобын тек тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолмен жүргізуге болады. Олар болмаған кезде жол жиектермен жүруге рұқсат етіледі, бірақ тек күндізгі уақытта және тек ересектермен бірге. Жаяу жүргіншілер жолды жаяу жүргіншілер өтпелері бойынша, ал олар болмаған кезде тротуарлар мен жол жиектері желісі бойынша қиылыстардан өтуге міндетті. Реттелетін қиылыста осындай жаяу жүргіншілер өткелін білдіретін 1.14.1 немесе 1.14.2 белгілері болған кезде ғана жол қиылысының қарама-қарсы бұрыштарының арасында диагональ бойынша өтуге рұқсат етіледі. Көріну аймағында өту немесе қиылысу болмаған жағдайда, екі бағытта да айқын көрінетін бөлгіш жолақтар мен қоршаулары жоқ учаскелерде қозғалыс жолағының шекарасына перпендикуляр жолды кесіп өтуге рұқсат етіледі. Бұл тармақ велосипед аймақтарына қолданылмайды. Жаяу жүргіншілер өтпесінен тыс жолда кесіп өткен кезде жаяу жүргіншілер көлік құралдарының қозғалысына кедергі жасамауға және тұрған көлік құралын немесе көлік құралдарының жақындамайтынына түкпілікті көз жеткізбестен олардың қаралуын шектейтін басқа да кедергіні артта қалдырмауға тиіс. Реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелдерінде жаяу жүргіншілер келе жатқан көлік құралдарына дейінгі қашықтықты, олардың жылдамдығын алдын ала анықтап және өту олар үшін қауіпсіз болатынына көз жеткізіп, жүріс бөлігіне, трамвай жолдарына шыға алады. Өтуді аяқтауға үлгермеген жаяу жүргіншілер қауіпсіздік аралында немесе қарама-қарсы бағыттардағы көлік ағындарын бөлетін сызықта тоқтауы тиіс. Әрі қарай қозғалыс қауіпсіз екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана өтуді жалғастыруға болады.
көк түсті, көк және қызыл түсті жарқылдауық маягы іске қосылған және арнайы дыбыс сигналы іске қосылған көлік құралдары жақындаған кезде жаяу жүргіншілер жолдан өтпеуге міндетті. Ал жүру бөлігіндегі трамвай жолдарындағы жаяу жүргіншілер жүру бөлігі трамвай жолдарын дереу босатуға тиіс. Маршруты көлік құрал мен таксиді жолдың жүру бөлігінің үстінен көтеріңкі орналасқан отырғызу алаңдарында, ал олар болмаған кезде тротуарда немесе жол жиегінде ғана күтуге рұқсат етіледі. Бұл жерде түнгі уақытта жаяу жүргіншілердің киіміне жарық шағылыстырғыш элементтерді пайдаланудың маңыздылығын атап өткіміз келеді. Әдетте, мұндай жағдайларға тап болмағандар осы сәттің маңыздылығын толық түсінбейді. Мұндай жағдайларда жаяу жүргіншілердің көрінуін 10 метр, 100 метр, 300 метр қашықтықта салыстырайық. Көргеннен кейін ешкім шағылысатын элементтерді қолдану қажеттілігіне күмән келтірмейді деп үміттенеміз. Енді жолаушылардың міндеттеріне көшейік. Саяхат кезінде оларды тағып, мотоцикл дулығасын киіп, тротуардың немесе жол жиегінің жағынан және көлік құралы толық тоқтағаннан кейін ғана отырғызу және түсіру керек. Көлікке қалай кіріп, одан қалай шығу керектігін нақтылау керек. Отырғызу және түсіру бұл қауіпсіз және жол жүрісіне басқа қатысушыларға кедергі келтірмейтін жағдайда жол жүру бөлігі жағынан жүргізілуі мүмкін. Жол қозғалыс ережесінің 4-ші тармағында жолаушыларға қатаң тыйым салынады. Атап айтқанда, жолаушыларға жүргізушіні көлік құралын жүргізуден оның қозғалысы кезінде алаңдатуға тыйым салынады. Борттық платформасы бар жүк автомобильмен сапар шегу кезінде тұруға, борттарда немесе борттардан жоғары жүкке отыруға, көлік құралының қозғалысы кезінде оның есіктерін ашуға тыйым салынады. Жолаушылар үшін бірнеше міндеттер мен тыйымдарға қарамастан, жүргізушінің жағдайы, сондай-ақ жалпы жол қауіпсіздігі оның көлік құралындағы мінез құлқына байланысты екенін ұмытпау керек. Жол жүрісіне қатысушылардың барлығы қауіпсіз және тиімді жол жағдайларын қамтамасыз ету үшін белгіленген тәртіппен жол жүрісіне қатысу құқығын қоса алғанда, белгілі бір құқықтарға ие. Жол қозғалысының барлық қатысушылары жол қозғалысы ережелерінің, жол белгілерінің, жол таңбаның, реттеушілердің бұйрықтарының талаптарын сақтауға міндетті және қозғалысқа қауіп төндірмеу керек. Құрметті оқушы, міне, біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіз біз берген ақпаратты жақсы меңгердіңіз деп үміттенеміз. Енді біраз демалып, әрі қарай оқуға кірісіңіз. Сізге сәттілік тілейміз.